Норвегия еліндегі Ставангер қаласынан алыс емес жерде Fleur and Fjage деп аталатын гүлдер бағы жер бетіндегі жұмақ бөлігіне айналған жерге жанұямызбен саяхатқа шыққан едік. Ғаламтор желісінен көпшілік саяхатшылардың оң пікірлерін оқып, біз де сол жерді барып өз көзімізбен көруге бел будық. Бұл жердің сиқырлы әдемілігін көрмейінше сенбейтініңіз сөзсіз. Бұл жер кемпір қосақтың барлық түстерін көрсететін гүлдердің сан алуан түрлерімен безендірілген жұмақ аралы, және осындай тамаша жерді көргенде керемет сезімге бөленесіз. Fleur and Fjage сізге ұмытпайтындай тәжірибе ұсынатыны сөзсіз. Біз бұл аралға 2024 жылдың күзінде бардық, және әдемі ландшафт пен рахат сезімге бөлейтін атмосфераға малынып, керемет әсер алдық. Fleur and Fjage'ның басты көрікті жері бұл әрине бақ. Бұл баққа аяқ басқан сәттен бастап керемет әдемі және сиқырлы жерде жүргендей сезімге бөленесің. Біз күн ұзаққа сол жерде болып, бақтың әртүрлі аймақтарын қарап, зерттеумен өткіздік. Бұл бақта шаршағанда демалып отыруға және керемет көріністі тамашалауға арналған бірнеше ыңғайлы орындықтар бар. Бұл жұмақ аралдың тарихы туралы айта кетсек, барлығы 1965 жылы басталды. Асмунд пен Элса Мари Брин Сорхидлдің солтүстік шетіндегі желді аралынан бір үйді сатып алып, онда отбасыларға арналған демалыс ұйымдастырды. Қатты желге тосқауыл ретінде қарағай ағашын отырғызу және шағын бақшаны жобалау оның құмарлығына айналды. 1987 жылы Асмунд мүгедектігі бойынша жәрдемақы алып, жұмысынан қалып, осы аумақпен айналысып, безендіре бастады. Бірте-бірте бау-бақша үлкейе берді. Содан Fleur and Fjage қалыптасып, адамдар оған ағыла бастады. Осы сәттен бастап барлығы бастауын алды. Бұл баққа 600-ге дейін адам келе алады. Біраз уақыттан кейін баққа келушілерді тамақтандыру қажеттілігі туындап, содан 1995 жылы Асмунд пен Элса Маридің ұлы Олаф және келіні Сири алғаш мейрамхананы ашты. Қазіргі уақытта мейрамхана 2022 жылы тұрғызылған жылыжайда өз қонақтарын қабылдайды.
осы мейрамхана әлі күнге дейін келушілерге өз есігін айқара ашып, 3 түрлі тағам түрлері мен түрлі сусындар ұсынады. Басты мәзірде балықтан дайындалған сорпа. Ал ішетін суды осы бақта орнатылған фильтрден өткізіп, зәмзәм суындай мөлдір де таза судың дәмін татуға мүмкіндік тудырады. Мұндағы тағам түрлері әр адамның талғамына сай табылады және көз тартар әдемі қып безендіріледі. Әр кезеңде ас мәзірі жаңартылып отырады. Мейрамханада отырып, үстеліңізден әдемі көріністерді көруге, хош иістер мен дәмдерді сезінуге мүмкіндік береді. Отбасылық жол серікпен бірге бақшада серуендеп жүру сізге жүзіңізге күлкі сыйлайды. Себебі ол баққа қатысты көптеген фактілерді қызықты да күлкілі қып айтады. Үш ұрпақ бойына құмарлықпен өсірілген бақ, жел соққан аралдағы үйден бастап түрлі түсті оазиске дейінгі деңгейге өсті. Осы кәсіп иелері баққа келушілердің көңілін аулауға тырысып, қонақтарды жылы жүзбен қарсы алуды және шығарып салуды жақсы көреді. Асмунд пен Элса Мари салып кеткен жолын ұрпақтары жалғастыра отырып, жыл бойына бір нақты мақсатпен жұмыс істейді. Ол мақсат ең керемет бақша жасау. Қазіргі таңда бұл отбасылық кәсіпті Асмунд пен Элса Маридің 3-ші буын ұрпағы Эндре Брин Идлфьорд пен оның жұбайы Ханна Квенберг Идлфьорд жалғастырып, жаңа жоспарларды жүзеге асыруда. Fleur and Fiare 1995 жылы ашылған кезде бақтың аумағы небары 1 гектарға жетпейтін еді. Ал 25 жылдан кейін бақ 5 гектардай аумақты қамтып, 9 түрлі бақшасы бар саябаққа айналды және құмды жағажайлары мен сарқырамалары да пайда болды. Бақ 9 түрлі бөлікке бөлінген. Ол бөліктер былай деп аталады: көп жылдық бақ, жағажай бақ, экзотикалық бақ, жапон бағы, бамбук бағы, кактустар жиыны, Кипр бағы, пальмалар бағы, монастырь бағы.
Бұл бақтың жұмыс жасау мерзімі мамыр айынан қыркүйек айының 20-ларына дейін жалғасады. Олаф Брин жыл сайын саябақты жобалаумен айналысады. Ол қыс мезгілін жаңа түс комбинацияларын жасаумен және әлі сыналмаған жаңа өсімдіктерді, гүлдер мен нюанстарды іздеумен өткізеді. Осы жұмыстың нәтижесінде түстердің алуан түрі шығады. Олафтан сіз үшін мұндай жұмақ аралды жасаудағы шабыт көзі не болып табылады деген сұраққа ол күлімдеп кемпір қосақтың түстері деп жауап береді. Бұл әзілдеп айтқаны, бірақ әр әзілде шындықтың бөлігі барын білеміз. Мамыр айы басталысымен бақта 50 мың түрлі бір жылдық өсімдіктер отырғызылады.
Флор әнді Фияға бағына кететін барлық уақыт туралы айтсақ, баққа Ставангер қаласынан келу, серуендеу, тамақтану мен Ставангер қаласына кері кету арасы 5 сағат уақытты алады. Бұл Флор әнді Фияғы гүлдер бағына жету үшін Ставангер қаласының орталығынан дүйсенбі мен сенбі күндері аралығында кеме жолы қарастырылған. Жұмақ аралға апаратын жолда фьорд тауларының керемет көріністерін тамашалауға болады. Кемеден жағаға шыққан сәттен бастап сіз аралдағы тыныштықты сезінесіз. Флор әнді Фияғы жазғы кеш, мерейтой немесе романтикалық кешкі асты өткізуге өте қолайлы жер. Бірегей жер деп айтсақ артық етпейді, бірақ әлемде мұндай басқа жер жоқ. Норвегия корольдігінің мәртебелі ханшайымы Соня өзінің 70 жас мерейтойын осы Флор әнді Фияғыда атап өткенін жанұя жолсерігі мақтанышпен айтып өтті.